Üzgünüz ya. Bir bolsak, осы уақытқа дейін Абай жолы романын өтіп жатырмыз, ya. Бірнеше сабақтар бойы Абай жолы романын өтіп жатырмыз. Одан бәрімізге таныс, бәрімізге белгілі, бәріміз бәрін оқып жатырмыз. Соған оқып жатқан білімдерімізді ары қарай жетілдіріп, үй тапсырмасы ретінде қайталап алу үшін мен сендерге бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы бір-бірімізді бағалап отырамыз. Кім жылдан бірінші топ және екінші топ болып бір-біріңе жаңаға қай топ жылдамдықпен жауап береді. Сол арқылы сендерді бағалап отырамын. Бірінші, Абай жолы роман эпопеясын кім жазды? Әуезов жазды, дұрыс. Зере кім? Абайдың әжесі. Телқара деген кім? Абайдың жалпы өзі, я? Сосын Абай роман эпопеясының қанша тараудан тұрады? 26 тарау эпилогтан тұрады. Қанша эпилогтан тұратынын айттық. Абайдың анасының аты кім? Ұлжан. Жарайсыңдар. Роман қанша тілге аударылды? 116 тілге. Қанша томнан тұрады? 4 том. Бірінші тарау қалай аталады? Айтқанда. Абайдың руы кім? Тобықты руынан шыққан, я? Жарайсыңдар. Екі топтан бірдей жауап беріп жатыр. Енді біз бүгінгі тақырыбымыз Абай жолы роман эпопеясындағы уақыт пен кеңістікке байланысты мен сендерге видео көрсетілім, видео қоямын. Сол арқылы біз тақырыптың мазмұнын ашамыз. Мұқият қарап отырамыз. Абай өзінің осы тұсқа дейін шығарып салған жақындарына алғысын айтты да, ары қарай қарқаралыға кетті. Басқа жұрт семейге оралып, ауылдарына тарады. Жанына ерболды алып қалған Абай жұмыс бабымен қалада бөгелетін болды. Оның бұл жүрісі Ұлжанға ұнамады. Ол Абайға ауылды көрмегеніңе 6 ай болды. Үйдегі жас жолдасың мен балаларын күтіп жүр. Тез қайт балам деп ақылын айтты. Осыдан 15-20 күн өткенде Абай мен Ербол да аттың басын шыңғыс жаққа бұрды. Елге қайтар жолда олар жауын астында қалып, бір кедей ауылға қонақ болып түсті. Күтіп алған үй иесі Байжора руының Бекей деген адам екен. Ол ерекше қонақжайлық танытып, малын сойды. Жігіттер шай ішті де ас піскенше мызғып алып ұйықтады. Абай ұйқыдан селт етіп сөйлеп оянды. Артынша Ерболды тұрғызып екеуін тысқа шықты. Сөйтсе, ол түсінде Тоғжанды көрінді. Айтуынша, Тоғжан оған, келші, мен мені қасыңдамын дейді. Оятса, көршеде бір қыз Топай көк әнін айтып жатыр. Даусы Тоғжанның даусына ұқсайды. Түсімен өңірім осылай байланысуын Абай аян деп отыр. Сөйтіп ол қыздың кім екенін анықтау үшін Ерболды сол үйге жіберді. Ербол астан соң келеді, Құдай-ау, өз емес, бірақ айнымаған Тоғжандай бір қыз отыр. Дәл кегісінің сыңар деп аңтаңдау. Абай қызды көруге асқан. Алайда досының бұл жастарда қазір Бекейдің үйінен алшы күтейік деген кеңесін тыңдап, үйге қайта кіреді. Расымен жастар көп тұрмай Бекейдікіне келеді. Тоғжанға ұқсағанда Бекейдің қызы Шүкмән екен. Абай алғашында оны көргенде аңтарып қалады, тіпті үйге кірген жұрттың амандасқанын да сезбейді. Бірақ кейін есін жиып әзіл қалжыңға араласып, көпшілікке ән айтып береді. Артынша Шырманға қолқа салып, оған Топай көкті айтқызады. Ертеңіне жігіттер ауылдарына қайтады. Жолда олар Шүкмән жайын ауызға алса, ерім-терім дейді
реніштегі сезімін білдіріп күй шертіп ән айтады. Содан кейін досына кінәлама ұқ мені деп алып, Әйгерімді жар айтып алғысы келетінін жеткізеді. Ербол мұндайды күтпесе де, Абайды кінәламай, оған қолдау білдіріп, ендігі бұл ойды жүзеге асыру үшін қандай қадам жасайтындарын әңгіме етеді. Жігіттер ауылға күн бата жетеді. Туыстары Абайды жарқын жүзбен қарсы алады, амандығын біліп, Құнанбай жайын сұрасады. Абай әкесінің Қарқаралыға аман-есен барғанын, одан кейін дерек келмегенін жеткізеді. Сөйтіп, үйге кіріп балалар алдына алып отырып, Гүлбадар мен Әбішті қаладағы орыс оқуына беретінін айтып, Олжап мен Айғызды таңқалдырады. Бірақ балалар туралы ойнайтқанымен, Әйгерім туралы байлауын көпке шейін ешкімге білдірмейді. Өйткені алдымен бұл ниеті іске аса ма жоқ па, соны біліп алуды ұйғарады. Оны білу үшін Ербол екеуі ақылдасып көмекте Байсалдың немере інісі Жиреншені шақырады. Ол Бекейдің ауылына барып қыздың көңілін біліп, әкесімен сөйлесіп, кейін Әйгерімді айттырған жердің жайын зерттеп қайтады. Абай оған разы болып, енді іске кірісу үшін шешесінің рұқсатын алуға қажет екенін айтады. Олжан бұл хабарды жақтырмайды. Маған ақыл салыпсың, жақсы ма осының дейсің ғой. Жақсы демеймін, сөзім қысқа. Бірақ көрер қызықта сенің өзіңдікі, татар зән де өзімнің ғана сыбағам. Ендігіңді өзім біл, өзім ойлап өзім шештейін. Абай әке шешесінің бұдан тыңдау сұрамайды, ділдәға барып қосқаны, ғашығы тоқжаннан айырғаны туралы айтқысы келген, бірақ шешесінің аяқ үндемейді. Жауап қатпай кетеді. Олжан екеуінің ең алғаш ұғыспаған жері осы болды. Дегенмен іс бөгелген жоқ. Жиренше 15. Келесі тапсырмамыз алдарына берген үзінділер бар. Сол үзіндімен мағынасын ашамыз. 1 минут уақыт беремін, танысып, көріп, шығуға. 1 минут уақыттың ішінде танысасыңдар деген ойдамын. Ары қарай. Қай топ дайын, сол топ белгі беріп. Birinci top ve ikinci top. Dayınız var mı? Dayınız var. Aysi top dayın. Bol var. Dayın top. Birimiz dağına. Sürüyoruz. Зейін қойылуы және де оған зейін қойылуы уақыттың суреттелуі уақыт өте келе әдебиетте бірте-бірте дамып келді. Мысалы, Абайдың алатын болсақ, оның 13 жасынан бастап 60 жасқа дейінгі өмірбаяны баяндалған. Оның тек қана үздіксіз баяндалмай, арасында бірнеше жыл салғаны, бірнеше жыл өтті дегендерімен қызықты болған. Жарайсың. Келесі топта бар ма? Темірхан. Көркем уақыт әдеби шығармалардың уақыттарын сөйлетіп зейінге алу үшін қолданылады екен. Мысалы, Абай жолында қолданылған. Ол
негізінен оның өлең шағына дейін алып шақса таяған уақытына дейін баяндалады екен. Ол үздіксіз баяндалып қоймай, анасында арасында бірнеше жыл, бірталай жыл өткізіп баяндалады екен. Жарайсың. Енді біз осы арқылы бірінші тапсырманы ашып біліп алдық. Уақытпен, яғни не екен? Уақытпен кеңістік, көркемдік уақыт, иә? Біз Абайдың жүріп өткен жаңағы 13 жасынан бастап бала шағына дейінгі уақыттарды айттық. Енді келесі тапсырма. Екінші тапсырма тағы да үзінді Абайдың бейнесіне талдау жасау. Екі топқа. Өз пікірлерімізді шымды қылып жауап береміз. Бұған да 2 минут уақыт беремін. Астына белгілей бересіңдер. Дайынбыз ба? Ал, дайын болсақ жауап берейік. Әсел. Біздің пікіріміз, Абай қатқыл, шешен, ақылды, зерек, дұрыс шешім қабылдай біледі, жастайынан езгілеріне қатысқан, адамның көңіліне қарай біледі. Мысалы, өзінің анасының көңіліне қарап, өзінің ұнатқан қызын емес, ата-анасының қалаған қызын алған. Жарайсың. Келесі топ. Өзінде күнкенің ауылына Абай келісімен Құнанбай мұны құлыншақ ауылына жұмсар. Әкесінің құлыншақ айтатын сөзден Абай ұғынып ап тысқа шыққанда мұнымен бірге барғалы Қарабас әзір тұр екен. Осының ертеңінде Құнанбай Абайды жерге жұмсады. Қасына тағы сол Қарабасты қосып енді сүйіндікке жіберді. Бұл жерде Абайдың бейнесі. Бұл үзіндіде Абай атамыздың бейнесі керемет суреттелген. Яғни әкесін сыйлай білетін, ұғымпаздылығы, ақылдылығы, зеректілігі байқауға болады. Жарайсың, өте тамаша үзіндімен қосып айтып күттік. Келесі Абай жолы романындағы Абайдың бейнесін талдап болдық. Ары қарай. Енді біз соның ішінде Абай жолының ішінде Құнанбай міндетті түрде бала кезінен болғаннан кейін Құнанбай не қылды? Ол да Абайдың өміріне үлкен әсер еткен. Ол ықпалын тигізді. Құнанбай кім еді жалпы? Абайдың әкесі, иә? Абайдың әкесі. Енді біз келесі ары қарай жалғастырамыз. Құнанбайдың қандай адам болғаны, Құнанбайдың бейнесі жалпы. Соны талдап өтеміз жеке-жеке. Бұны параққа түсіріп те қажеті жоқ. Біз өйткені бұны білеміз, ауызша параққа түсірмей-ақ